Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз фонетика саласының бір бөлімі буынды оқып қарастырамыз. Яғни бүгінгі тақырып буын. Жалпы буын сөзді айтқан кездегі дауыс толқыны. Буын сөз ішіндегі бірнеше дыбыстың тобынан жасалған фонетикалық бөлшек. Буын сөздегі дауысты дыбысқа негізделеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалы, құдірет. Құдірет деген сөзді алсақ, ішінде қызылмен белгіленіп тұр. О, е. 3 дауысты дыбыс бар. Яғни 3 буын бар деген сөз. Яғни белгілі бір сөздің ішінде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады деген сөз. Буынның 3 түрі бар. Олар ашық, тұйық, бітеу. Енді осылар қалай жасалатынын анық тоқталайық. Бірінші, жасылмен белгіленіп тұр. Ашық буын дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталады. Немесе бір ғана дауыстыдан тұрады. Мысалы, қызылмен жазылған мысалдарға мән берейік. Бала. Ба дегенде бірінші Б дауыссыз, А дауысты. Ла дегенде Л дауыссыз, А дауысты. Яғни бала. Бала деген сөзде 2 дауысты дыбыс болса, онда 2 буын бар деген сөз. Сол 2 буынның басы да, ласы да ашық буынға жатады. Ша-на-ны. Яғни бәрі ша дауысты буынға аяқталып тұр, әріпке аяқталып тұр. На дауысты әріпке аяқталып тұр. Ны дауысты әріпке аяқталып тұр. Мен жаңа айтып кеттім, бір ғана дауысты дыбыстан тұрады деп. Яғни аға. Яғни аға деген 3 әріп бар. Оның ішіндегі А ашық буын. Ға дегенде ашық болып тұр. А жалғыз тұрып та ашық буын бола алады екен. Сол сияқты әке, ана. Ашық буын қалай жасалатыны сіздерге түсінікті деген ойдамын. Екіншісі тұйық буын. Тұйық буын дауысты дыбыстан басталып, дауыссызға аяқталады. Яғни ашық буын бағана дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталса, тұйық буын дауысты дыбыстан басталып, дауыссызға аяқталады екен. Мысалы, ат. Яғни соңы Т. Ант. Бұда да соңында дауыссыз дыбыс. Қант. Бұда да соңында Т дауыссыз дыбыс. Ор, ып. Яғни ор соңында дауыссыз дыбыс, ып соңында П дауыссыз дыбыс. Яғни тұйық буын дегеніміз дауыссыз дыбысқа аяқталып, тұйықталады екен. Үшінші түрі бітеу буын. Бұл дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталады. Яғни 2 жағында да дауыссыз, дауысты дыбысты бітеп қалады. Мысалы, мектеп, мек, м, к дауыссыз. Теп, т, п дауыссыз. Тал, дау, т, л дауыссыз. д, у дауыссыз. Және бал, б, л дауыссыз. Яғни бітеу буынның қалай жасалынатынын сіздер түсіндіңіздер. Жалпы буынға бөлінгенде сөздегі у, и, ың дауыссыз дыбыстары келесі буынның бірінші дыбысы болады екен. Мысалы, қауын деген сөзді алсақ, біз қау-ын деп бөлетін болсақ, қателесеміз. Біздегі жаңа айтып кеттік, у, и, ың деген дыбыстар екінші буынның бірінші әрпі болып қалады екен. Мысалы, қа-уын. Қа ашық буын, уын, у, ны, яғни бітеу буын. Қайық дұрысы. Қайық десек, онда біз қателесеміз. Қайық. Қоңыр деген сөзді алайық. Қоңыр, яғни қо ашық буын,
ыңыр бітеу буын. Егер біз қоң ыр десек, онда қателесеміз. Керісінше қо ыңыр. Яғни сонымен қатар бір сөзде үш буында кездессе, онда ол сөз аралас буын болып саналады екен. Мысалы, арғымақ деген сөз алайық. Арғымақ. Бұл жерде тұйық, ашық, бітеу үшеуі де кездесіп тұр. Ар, а дауысты, р дауыссыз тұйық буын. Г дауыссыз, дауысты ашық буын. Мақ, яғни м, қ екі жағында да а деген әріпті бітеп тұр. Бұл бітеу буын. Құрметті оқушылар, жалпы буынның түрлерін және оны қалай айыруға болатыны жайлы мен сіздерге түсіндірдім. Сіздер бұл тақырыпты толық түсіндіңіздер деген ойдамын. Егер менің каналым сіздерге қызықтырса, жазылып, әрқашанда лайк басып тұрыңыздар. Рахмет.